Қайырлы кеш, құрметті психолог әріптестерім. Бүгін мен сіздерге өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша ерекше білім берудегі қажет ететін оқушыларға арналған негізгі құжаттар тізімі бойынша ақпаратпен бөліспекшімін. Лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап, каналға жазылып, тарата отырыңыз. Орыс мектебіне де жұмыс жасайтын, қазақ мектебінде жұмыс жасайтын барлық әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Қазіргі таңда смартфонның мониторында объектив бар, сол объектив арқылы қазақшаны орысшаға аударуға болады. Фотоға түсірсе бірден аударып береді. Бір керектеріңізге жарайды деп ойлаймын. Енді сонымен ақпаратпен таныстырайын. Бірінші ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға мен жұмыс барысында қолданылатын құжаттардың біріншісі психологиялық педагогикалық қолдау картасы. Оқушының қажеттіліктері, қолданылатын әдістер, қолдау түрлері жазылады. Екінші, индивидуалды білім беру бағдарламасы. Әр оқушыға жеке оқу жоспары құрылады. Мақсаттар, міндеттер, әдіс-тәсілдер, мерзімдері көрсетіледі. Үшінші, диагностикалық карта. Баланың даму ерекшеліктері, диагностика нәтижелері, мысалы сөйлеу тілі, моторика, ойлау қабілеті туралы ақпараттар. Төртінші, кеңес беру қорытындысы. Психологиялық педагогикалық түзеу кабинетінің немесе арнайы комиссияның шешімі. Одан кейін бесінші қажетті құжат оқу жетістіктерінің мониторингі, оқушының оқу барысында жеткен нәтижелерін қадағалау құжаты. Алтыншы, ата-анамен жұмыс жоспары, ата-анамен бірге әрекет ету жоспары, консультациялар, тренингтер, үй тапсырмаларын орындау ережелері. Жетінші, қауіпсіздік картасы. Егер оқушыда ерекше денсаулық жағдайы болса, алғашқы көмек көрсету жоспары деп те аталады. Осы жетеуі бойынша төмендегі слайдтарда қазір жеке-жеке түсіндіріп өтемін. Барлығының сараптамалық анықтамасымен, сының үлгілерімен, жалпы өздерінің де толтыру үлгілерін бойынша ақпараттарды салып қойдым. Қазір кезек-кезек көрсетемін. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушының психологиялық педагогикалық қолдау картасы. Мінекей, осы бетте тұр. Мына қажетті жердегі сызықталардың бәрінің орнына, бос орындарға тиісті ақпараттарды сауалнама бойынша жазып шығасыз. Яғни мына сауалнамалар бойынша. Екінші, даму ерекшеліктері. Міне ол мынандай не бойынша толтырасыз. Танымдық, міне біріншіде даму саласы, танымдық даму, сөйлеу тілі, әлеуметтік дағдылар, моторика, эмоционалды жағдайы. Екінші бағанда қысқаша сипаттамалар. Танымдық, мысалы, есте сақтау, зейін, анау-мынау, міне түгелі тұр. Осыны басшылыққа алып толтырып шығасыз. Бұлардың бәрін толтырғанда, мен өздеріңіз білесіздер, алдағы бейне жазбаларда бірнеше түрлі психологиялық зерттеу жүргізуге арналған диагностикалық тесттерді салып қойдым. Солардың негізінде осы құжатты толтырасыздар. Үшінші, қолдау бағыттары, академиялық қолдау, мысалы тапсырмаларды жеңілдету, қосымша уақыт беру, жеке түсіндіру. Әлеуметтік қолдау, мысалы бірге жұмыс істеуді үйрету, өзіне сенімдікті дамыту. Психологиялық қолдау, мысалы мотивацияны арттыру, өзін өзі реттеуге үйрету. Қосымша қолдау құралдары, міне бәрі жазылып тұр. Әрі қарай енді ата-аналармен жұмыс, яғни ата-аналарға ұсыныстар бересіз, осы жерге жазасыз, жұмыс түрлері не бердіңіз, қандай консультациялар бердіңіз, қандай тренингтер өткіздіңіздер, осы жерге қысқаша жазасыздар. Одан кейін бесінші, қолдау көрсету үшін жауапты тұлғалар. Маманның аты жөнін жазасыз. Мысалы үшін пән мұғалімі, соның атын психолог, логопед, дефектолог. Олардың міндеттері. Пән мұғалімдер бейімделген сабақ жүргізеді, сабақ барысында бірге оқиды ғой ол жалпы сыныппен. Психологиялық қолдау көрсетеді, сөйлеуді дамыту жұмысы, логопедтің, дефектолог әдістемелік қолдау.
Әрі қарай 6-шы бақылау және түзету. Бақылау мерзімі қай кездерде бақыладыңыздар, нәтиже бойынша түзету жұмыстары бойынша қысқаша қорытынды жасасыз. Жалпы жетістіктер осы педагогикалық қолдау бойынша қажетті қосымша шараларды осы жерге толтырасыз. Енді әрі қарай ерекше білім беру қажет ететін оқушылар мен психологтың жұмысының жоспарының үлгісі. Мақсаты ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың танымдық, әлеуметтік, эмоционалдық, тұлғалық дамуын қолдау, оқу процесінде толыққанды бейімдеу. Міне міндеттері тұр, өздеріңіз оқып аласыздар. Одан кейін міне келесі мына жерде жұмыстың мазмұны. Диагностикалық жұмыс. 1-4 сыныптар арасында ерекше білім қажет ететін оқушылар анықталды. Психологиялық, педагогикалық, логопедиялық тексерулер жүргізілді. Әр оқушының жеке даму ерекшеліктері, эмоциялық тұрақтылық деңгейі, танымдық процестері зерттелді. Түзету, дамыту жұмыстары. Оқушылардың жеке және топтық түзету сабақтары ұйымдастырылды. Аптасына 1-2 рет қай пәндер бойынша, қай тақырыптар бойынша жаза кетесіздер. Одан кейін міне ата-аналармен жұмыс. Қысқаша бәрін жазып қойдым. Бұл бәрі сіздерге мұғалімдермен жүргізілетін жұмыс. Үлгі. Тура осыны қолдануларыңызға да болады. Қажетті жерінде тиісті тұлғалардың аты жөндерін жазасыздар. Немесе өзіңіздің жұмысыңыздың бағытына қарай бұрып аласыздар. Одан кейін міне оның жалғасы, нәтиже, міне нәтижесі, бұның бәрі жаңағы психологтың ерекше білім беруді қажет ететін оқушымен жұмысының барысына қатысты құжаттар. Сонысы тұр, соның айтылып жатқан ненің ақпараттың қорытындысы. Енді мынау келесі. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушының диагностикалық картасы. Міне толтырасыздар қажетті данныйларды. Одан кейін психологиялық диагностика нәтижелерін. Яғни жаңа айттым ғой, Люшер тесті тұр, Равен тест, ол салдым ба салмадым ба қазір қараймын, болу керек, болмаса қазір салам. Перон тестісі. Біз қазір халықаралық стандарт негізінде халықаралық педагог психологтардың көбінесе зерттеу тесттерін қолданамыз ғой, диагностикалық. Міне мына жерде бәрі аталып тұр. Қай тестпен жұмыс жасадыңыз деген сияқты. Соларды негізге алып жұмыс жасайсыз ғой. Оқу жылының басында бәрін тексересіздер. Сосын кейін жаңағы ерекше білім беруді қажет ететін оқушыға жеке диагностикалық картаны толтырасыз ғой. Әрі қарай енді келесі. Міне мына жерде диагностика нәтижелерін жазасыз. Бәрін үлгілері басып аласыз ғой өздеріңіз. Одан кейін әлеуметтік психолог бейімделуін жазасыз, көрсеткіштері, қорытындыны жазасыз, бейімделген бе, бейімделмеген бе. Жаңағы әр сыныпта бар ғой, ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар, инклюзивтік жоба бойынша жұмыс істеуді қажет ететін оқушылар. Логопедиялық сөйлеу диагностикасы бар болса, логопед толтырады. Жалпы қорытынды жазасыз, оқушының күшті жақтары, қай жағынан күшті болды, дамып келе жатыр, қандай қиындықтары бар, әлі талай жұмыс жасауды қажет етеді. Ұсынылатын түзету, дамыту жұмыстарын мына жерге жазасыздар. Сосын кейін ары қарай кімдер толтырды, соны жазасыздар. Келесі, ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі үлгісі, оны да салып қойдым. Жаңағы басында алғашқы слайдтарда айттым ғой, қажетті ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен жұмыс істеу барысында ескерілетін құжаттарды. Міне соның барлықтарына жеке-жеке талдап көрсетіп жатырмын, қойып қойдым. Осыған қарап тұрып толтырасыздар. Жаңағы бірнеше тесттер бойынша жұмыс жасадыңыздар ғой. Сол тесттердің, диагностикалық тесттердің нәтижесі қатысты толтырылады бұлардың бәрі. Одан кейін академиялық оқу жетістіктері мониторингісін толтырасыздар. 3-ші әлеуметтік дағдылар мониторингісі, 4-ші эмоциялық жай-күйлерінің мониторингісі, жалпы қорытындыны толтырасыздар. Оқушының оң өзгерістері қандай болды, оқу 90 барысында немесе оқу жарты жылдықта деген сияқты кездескен қиындықтар, алда қандай бағыттар бойынша жұмыс жасайсыз. Енді келесі бір құжат мынау. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың ата-аналарымен жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша сараптамалық анықтаманың үлгісі. Бұл міне
түгел тұр. Оқып аласыздар, уақытты алып мен түсіндірме жүргізбеймін. Жүргізілген іс-шаралар, міне, қатысқан ата-аналарды ескерту, бәрін осы жерге жазасыздар. Қорытынды ата-аналардың дамуына қызығушылық, мысалы белсенді орташа бәрінен толтырасыздар ғой, оқып отыр. Үлгілерін қойып жатырмын. Ұсыныстар, міне, ұсыныстарды жазбам, дайындаған кімдер. Келесі тағы бір құжат, жоғарыдағы, міне, оқушының қауіпсіздік картасы, міне, данныйларын бәрін толтырасыздар, жалпы мәліметтері мына жердің бәрін толтырасыздар. Оқушы үшін негізгі қауіпсіздік талаптары. Дене қауіпсіздігі көбінесе ересек бақылауында болуы керек. Эмоциялық қауіпсіздік, сабырлы, қолдаушы орта құру. Әлеуметтік қауіпсіздік, құрдастармен дұрыс қарым-қатынасын бақылау. Медициналық көмек, аллергиясы немесе ерекше жағдай туындаса тез көмек көрсету. Оқу үдерісіндегі қауіпсіздік қолдау құралдарын пайдалану, түсіндіруді жеңілдету. Үшінші, төтенше жағдай кезіндегі әрекет жоспары. Бұл да сол жаңа қауіпсіздік картасына қатысты, міне, түгел жазылып тұр. Медициналық көмек қажет болғанда бірінші медициналық көмек көрсету, жедел жәрдем шақыру, ата-анасына хабарлау, енді бәрі тұр, оқып аласыздар. Қосымша ақпарат, міне, мінез құлқындағы ерекшеліктерін мына жерге жазасыздар, жағымды ынталандыру әдістерін мына жерге жазасыздар, қандай әдістерді қолдану керек, қолдандыңыздар, қолдануға болмайтын әдістер, деймін, мына жерге жазасыздар. Міне, осылайша қауіпсіздік картасында толтырасыздар. Бұл үлгісі. Енді индивидуалды білім беру бағдарламасы бойынша да ақпаратты жазып қойдым. Индивидуалды білім беру бағдарламасын әзірлеуге жеке пән мұғалімдері де қатысады. Бірақ олар бұл жұмысты жалғыз емес, топпен, командамен атқарады. Нақтырақ айтқанда, ИББ жасауда келесі мамандар бірге жұмыс істейді. Міне, ол кестеде тұр. Кімдер жұмыс жасайды? Индивидуалды білім беру бағдарламасын құрғанда мамандар, пән мұғалімдері өз пәні бойынша баланың білім деңгейіне, мүмкіндіктеріне сай мақсаттар мен міндеттер қояды, оқытылатын материалды жеңілдетеді, немесе бейімдейді оқушының қабілетіне қарай. Психолог оқушының психоэмоциялық жағдайын бағалайды, психологиялық қолдау әдістерін ұсынады. Арнайы педагог немесе дефектолог білім беру бағдарламасын ерекше қажеттіліктерге бейімдейді, қосымша түзету жұмыстарын жоспарын әзірлейді. Логопед, егер керек болса, сөйлеу қабілетін дамыту мақсатында қосымша тапсырмалар енгізеді. Әлеуметтік педагог қажет жағдайда әлеуметтік қолдау бойынша ұсыныстар береді. Ата-анасы немесе қамқоршысы бағдарламаны жасауға қатысады. Баланың дамуына қатысты пікірін білдіреді. Үй жағдайда қолдауға жауапты болады. Яғни, пән мұғалімдер әр пән бойынша мақсаттар мен тапсырмалар құрады. Психолог пен арнайы педагог оқушының жеке ерекшеліктерін ескеріп, жалпы үйлестіруді жүзеге асырады. Мектеп әкімшілігі директордың орынбасары бүкіл индивидуалды білім беру бағдарламасының орындалуына жауап береді және бекітеді. Қысқаша, ИББ-ны әзірлеу ұжымдық жұмыс. Пән мұғалімдер өз бағытында жеке жоспар бөлігінде жауап береді. Барлық жоспар психологиялық, педагогикалық консилиумда талқыланып, соңында бекітіледі. Мінекей, құрметті әріптестерім, сіздердің сұрауларыңыз бойынша уақытымды қиып, ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен жүргізілетін жұмыстарға қатысты нормативті құжаттарды салып қойдым. Енді осы еңбегімді бағалап, лайк басып, пікір білдіріп, комментарий жазып, каналға тіркеліп, тарата отырыңыздар өзге де әріптестеріңізге. Әлі де талай қажетті ақпараттармен, құжаттармен осы каналымда сіздермен бөлісетін боламын. Бір керектеріңізге жарасын, келесі кездескенше.